1857-1859 жылдардағы Үндістандағы оқиғаларды 19 ғасырдың британдықтар мен қазіргі кездегі үндістер қалай баяндайды? 1857-1858 жылдары аралығында ағылшындардың қатал отарлаушы саясатына қарсы үнді жауынгерлерінің көтерілісі болды. Көтеріліс Бенгалияның солтүстігінен бастап Пенджабқа және орталық Үндістанға дейін қамтылды. Негізгі әрекет әскердің жағынан болды және Махарадждың үкіметінен шыққан, одан бөлек кейбір облыстарда шаруалар қосылып, бұл көтеріліс жалпы көтеріліске айналып кетті. Көтерілісшілер Делиді бірінші алғанымен кейін ағылшындар қоршап өзін басып алды. Көтеріліс британдық Ост-Үнді компаниясының өмір сүруін тоқтатты, ал бұл ағылшын патшаларының тікелей басқаруына әкелді. Ағылшын бұқаралық ақпараттарында, әдебиеттерінде жазылды. Сонымен қатар шет елдерде де, әсіресе Франция, Ресей империясына қосылып, Ұлыбританияны Азиядан ығыстыру туралы пікірлер айтылған еді. Ағылшын әдебиетінде бұл көтеріліс сипайлық деп аталды. Себебі бұл әскердің ядросы сипайлар болды. Көтеріліс Бенгал әскерінен бастап 1857 жылы 26 ақпанында Бенгал жаяу әскерінің 34 полкінде жаңа патрондардың шошқа және сиыр майымен жасалынған орамдар туралы сыбыстар тарады. Бұл жергілікті мұсылмандар мен үндістердің діни сенімдеріне арамдайтын зат еді. 1857 жылы 29 наурызда бұл полктың 29 жасар жауынгер Менгалпенди британдықтардың іс-әрекетімен келіспеушілігін жариялады. Күні бойғы көтеріліс қаланы қамтыды. Сипайлар мен жергілікті тұрғын үнді христиандарына, европалық шенеуніктерге, дүкен иелеріне шабуыл жасалды. Бұл уақытта қалада 3 Бенгал жергілікті жаяу әскерінің батальондары болды. Бөлімшелердің бөлігі көтерілісте қосылды, ал басқа бөлігі қосылған жоқ. Бірақ көтерілісшілерге қарсы күш қолдануға бас тартылды. Сипайлар жергілікті қару-жарақ қоймасына шабуыл жасады және 9 британдық офицерлер оларға оқ жаудырды. Бірақ кедергі пайдасыз екенін біліп, олар қару-жарақ қоймасын жарып жіберді. Сипайлардың ұтылуының негізгі себебі халықтың үстінде ағылшын отарларының әскери артықшылығы, көтерілген шаруалар және феодалдардың ең алдымен мақсаттарындағы айырмашылықтар болды. Қорғап Декан, Бенгалия және Пенджаб қалаларының барлық қорлары көтерілісті басуына жұмылдыруға көмектесті. 1858 жылы 2 тамызда ағылшын парламенті Үндістанмен серіктестік Ост-Үндінің жойылуы туралы заң қабылдады. Отаршылдар үнді князі, помещиктер өз одақтастарымен жер феодалдық меншіктің олардың құқық бекіткен заңдары қатарлы өткізіп жасады. Колониалдық үкіметтерге сонымен бірге шаруалардың үлкен наразылығын ескеріп, бірнеше жалдау туралы заминдарлық феодалдық озбырлық шақтаған заңдарды шығаруға тура келді. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.